Ассалаумағалейкум, эфирде муфтият тынысы осы аптада орын алған дін, руханият әлеміндегі жаңалықтарға шолу жасасақ. Бас муфти ел мұсылмандарын қасиетті 3 айдың басталуымен құттықтай келе, әр отбасыға бақ пен береке, бірлік пен татулық тіледі. Қасиетті айдың құрметі үшін отбасындағы бірлік пен берекені арттыру ниетімен кешірім жолын ұстанып, ренішті болған кісілер болса, олармен қайта татуласайық. Еліміз бен жеріміздің игілігі үшін дұға жасап, айналамыздағы қамкөңіл адамдарға қарайласып, Алланың разылығына жетелейтін құлшылықтар мен ізгі амалдарға көңіл бөлейік деді бас муфти өз құттықтауында. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен шындықты іздеген табады атты тақырып аясында елордада арнайы кездесу өтті. Діни оңалту бөлімінің ұйымдастыруымен өткен жиынға бұрын деструктивті діни ағымдар жетегінде болып, кейіннен дәстүрлі Абу Ханифа мазхабында болған, сондай-ақ жусан операциясымен елге оралған азаматтар қатысты. Жиын барысында бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы еліміздегі дәстүрлі Абу Ханифа мазхабының тарихи сабақтастығы мен маңыздылығына тоқталып, төл мазхабымыздың қоғамның ілгері дамуына тигізер орасан пайдасы туралы насихатын жеткізді. Осы аптада бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы жусан операциясы арқылы елге оралған әйелдермен онлайн жүздесті. Іс-шараны діни оңалту бөлімі ұйымдастырды. Бас муфти жүздесуде елге аман оралу Алланың берген сыйы, мемлекеттің қамқорлығы екенін атап өтті. Наурызбай Қажы Тағанұлы жусандық әйелдердің сұрағына жауап беріп, насихат айтты. Кездесу барысында олар елге қайтарып, жаңа өмір, жаңа мүмкіндік сыйлаған мемлекетке ризашылық білдірді. Жұма күні жұмыс сапарымен Маңғыстау облысына барған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы Ақтау қаласында аймақ басшысы Серікбай Тұрымовпен кездесті. Облыс әкімі Маңғыстау жеріне іс-сапармен келген бас муфти бастаған делегацияның қадамын жақсылыққа балап, игі ниетін жеткізді. Ресми басқосуда өңірдегі діни ахуал сөз болып, дін қызметкерлерінің білімін жетілдіру, оларға әлеуметтік қолдау көрсету маңыздылығы талқыланды. Сонымен қатар жастар арасында діни оңалту жұмыстарын жүйелі жүргізу мәселесі де назардан тыс қалмады. Серікбай Өтелгенұлы ізгілік жолындағы бастамалармен игі қызметте жүрген имамдарды қолдау ортақ іс екенін жеткізді. Кейін бас муфти бастаған делегация Ақтаудағы Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженеринг университетінде студенттермен кездесті. Жүздесу барысында қазіргі діни ахуал, руханият, ихсан тақырыбы сөз болды. Бұдан соң Наурызбай Қажы Тағанұлы Мұнайлы ауданындағы Миғраж мешіті жанынан бой көтерген спорт кешенінің салтанатты ашылуына қатысты. Салтанатты шарада сөз алған бас муфти салауатты өмір салтын қалыптастыру жолында осындай қадамға барған асыл азаматтарға алғысын жеткізіп, істеріне береке тіледі. Діни басқарма төрағасы осы сапарда Сайын Шапағатов ауылдық мешітінде өткен жұма намазына арнайы қатысты. Ел алдына шығып, өзінің насихатын жеткізді. Намаз соңында елдің бірлігі мен рухани тұтастығын сұрап, дұға жасады. Сапар соңында бас муфти Маңғыстау облыстық Бекет ата мешітінде өткен пәтер кілтін табыстау шарасына қатысты. Жергілікті кәсіпкер азаматтар демеу білдіріп, наиб имам Құрметхан Байғараға 2 бөлмелі баспана сыйлады. Қызметтік пәтер кілтін табыстаған діни басқарма төрағасы жергілікті атымтай азаматтарға алғысын білдірді. Конфессия аралық және өркениет аралық диалогты дамыту жөніндегі Нұрсұлтан Назарбаев орталығы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында халықаралық деңгейдегі тақырыптық конфессиялар топтамасын іске қосты. Бүгін Peace Talks дискуссия алаңы шеңберінде діни лидерлердің тұрақты әлем дамуына қол жеткізудегі рөлі тақырыбында биылғы алғашқы халықаралық онлайн конференциясы өтті. Шараға онлайн қатысқан діни басқарма төрағасының орынбасары наиб муфти Ершат Қажы Ағыбайұлы конференция қатысушыларға бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлының сәлемін жеткізіп, арнайы баяндама жасады. Ел тәуелсіздігінің торқалы тойына орай діни басқарманың жоспарға қойған игі іс-шараларды тілге тиек етті. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай республикалық Мұнара газеті авторлар мен оқырмандар арасында еркіндігім, қасиеттім, қастерлім атты шығармашылық байқау жариялады. Байқаудың мақсаты ұлт тарихында өшпес із қалдырған көрнекті тұлғалардың еңбегін насихаттау.
Тәуелсіздік жылдарында еліміздің қол жеткізген жетістіктерін насихаттап, мемлекетімізді нығайтуға, елімізді дамытуға үлес қосқан азаматтарға лайықты құрмет көрсету. Байқаудың шарттарын Муфтият.kz сайтынан толық біле аласыздар. Сонымен қатар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай азаттық балалар көзімен атты балалар арасында көркем сурет байқауын өткізеді. Байқаудың мақсаты жас өркеннің патриоттық сезімін ояту, туған жерге деген махаббатын арттыру, балалардың қабілетін дамытып, талабын шыңдау, азаттықтың, еркіндіктің қасиетін насихаттау. Байқаудың шарттарын сайтымыздан біле аласыздар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ақпарат және қоғаммен байланыс бөлімі осы аптаны артық ғылым кітапта дегендей кітап апталығын арнады. Сондай-ақ осы аптада ақпарат бөлімі имам Әбу Мәнсүр әл-Матуриди турасында жаңа бейне ролик дайындап шығарды. Ал сәрсенбідегі сұхбат кітап жаназығы деген тақырыпқа арналды. Сонымен қатар 7 күнге 7 амалда рухани азыққа бағытталды. Жұма күні кол орталықтағы сұрақ-жауап жобасының кезекті қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы уағыз насихат бөлімі меңгерушісі және ғұламалар кеңесінің хатшысы Батыржан Мансұров тікелей эфирде оқырман сауалдарына жауап берді. Батыржан ұстазға Муфтияттың инстаграмдағы Муфтият.kz ресми парақшасы арқылы өткен тікелей эфирде кітап апталығына орай оқырмандар кітап туралы сауалдарын жолдай алды. Сондай-ақ исламтанушы ғалым Батыржан Берденұлына діни ақпарат беру орталығының 871 72 33 30 30 нөміріне хабарласып тікелей тілдесті. Нұр Мүбарак университетінде көптен күткен сүйінші жаңалықтың тұсауы кесілді. Университет жанынан студент қыз-келіншектерді шеберлікке, тігінге баулайтын кәсіби жабдықталған NM Collection шеберханасы ашылды. Құлшылық әуретті жабудан басталады, ал тігіншілікпен айналысу уәжіп. Оқу орнының 20 жылдығына орай университеттің тәрбие және әлеуметтік даму департаменті бас маман Гүлвира Заурбекова ұстаз ұйытқы болып, тұсауы кесіліп жатқан тігін цехы қыз балалардың болашағына үлкен үлес қосатын шеберхана болады деп сенеміз. Алматы қаласындағы Абдулла мешітінде имамдардың білім мен біліктілігін арттыруға арналған Құран кәрім ғылымдарына кіріспе атты семинар тренинг өтті. Жиында алғаш сөз алған бас имам Еркінбек Шоқай білім семинарының маңыздылығы мен Құран ілімдерінің ерекшелігіне тоқталды. Сондай-ақ мешіт ұстаздарына уағыз насихат пен оқу ағарту жұмыстарын жандандыруға, еңбек тәртібі мен қызметтік әдеп нормаларын сақтауға, имамдар форум мен төралқа жиналысында қабылданған құжаттарды жамағат арасында кеңінен насихаттауға шақырды. Жалғастырайық. Шымкент қаласындағы Тура жол мешітінің ұйымдастыруымен шәкірттер арасында Құран оқу сайысы өтті. Жарысқа 50-ден астам үміткер шәкірт бақ сынады. Оларға елге белгілі қари хафиздар Мейірбек Сәрсенбаев пен Камилжан Садықов төрелік етті. Жарыс 5 номинация бойынша өтті. Мәнерлеп оқу бойынша 1-ші орын Асылхан Әмірге, 2-ші орын Ерасыл Сағындыққа, 3-ші орын Умар Шерметовке бұйырды. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы бекіткен 2021 жылғы жоспарға сәйкес Ақтөбеде алғаш рет Нұрғасыр мешіті жанынан қайырымды кәсіпкерлер алқасы құрылды. Апта басында ауызашар дастарханы жайылып, алқаның алғашқы жиыны өтті. Бас имам Төлеби Осман былтырғы қайырымдылық бағытында атқарылған іс-шараларға тоқталып, карантин кезінде мешіт тарапынан халыққа қомақты көмек көрсетуге қолдау білдірген барша ақтөбелік ағайынға алғыс білдірді. Сондай-ақ жаңадан құрылған қайырымды кәсіпкерлер алқасы атқаратын іс-шаралар жоспарымен таныстырып, жастарды жоқшылықтың зардабынан теріс ағым жетегінде кетуден яки ұрлық жасау секілді қылмыстарға бармаудың алдын алу үшін аға буынды мұқтаж отбасыларға қамқорлық көрсетуге үндеді. Түркістан қаласы бойынша зекет және қайырымдылық бөлімінің жетекшісі Жахангер Абдуалиевтің ұйытқы болуымен көп балалы анаға 5 бөлмелі пәтердің кілті жалдамалы 1 бөлмеде 7 баласымен күнелткен Нафиса Маматханға берілді. Кілем төселіп, қонақ бөлмесі мен ас үйге жиһаздар қойылды. Үй құжаттары жаңа егесінің атына рәсімделіп, қолына берілді. Бұл ел үлесі пәтерге акциясымен берілген 350-ші баспана. Қырғызстанға арнайы сапармен барған халал даму директоры Айбек Асқарбекұлы Қырғызстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти міндетін атқарушы Жорабай Шерғазиев мырзамен жолығып тәжірибе алмасты.
ресми кездесуде тараптар Орталық Азиядағы халал индустриясының жай-күйі жайлы пікір алмасты. Басқосуда күллі мұсылманға ортақ халал мәселесін халыққа насихаттау, әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті халал өнім өндіруші кәсіпорындар санын арттыру, екі елдің халал стандарттау және сертификаттау жүйесінде өзара тәжірибе алмасу, бауырлас елдердің ортақ мүдде мен мақсат үшін бірлесіп қызмет етудің маңыздылығына тоқталды. Ақтөбе облысындағы бидай ұны және кондитерлік өнімдер шығаратын ең ірі кәсіпорын Рамазан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі халал сертификатына ие болды. Бас имам Төле би Осман кәсіпорынға арнайы барып, мекеме басшылығына діни басқарманың халал даму мекемесінің сертификатын салтанатты түрде табыстады. Естеріңізге сала кетейік, Ақтөбе облысында 18 мекеме діни басқарманың халал даму мекемесінің стандарттарына сай қызмет етіп келеді. Діни басқарманың зекет қорының Қарағанды облысындағы өкілдігінің ұйымдастыруымен жақыныңа жылу сыйла қайырымдылық акциясы өтті. Зекет қорының аймақтағы жауапты өкілі Мұхит Жарымбетовтің жетекшілігімен аз қамтылған мұқтаж отбасыларға көмек берілді. Атап айтқанда 10 отбасыға көмір, 7 отбасыға кілем мен төсеніштері үлестірілді. Сонымен қатар 2 отбасыға аяқ киім, киім-кешек берілсе, тағы бірнеше жанға азық-түлік жеткізілді. Қостанай облыстық мешіті жанынан Маралы Ишан қайырымдылық мекемесі ашылды. Аталған қайырымдылық мекемесінде жергілікті оқу орындарында мешіттегі діни курстарда дәріс алып жүрген жастар ислам дінінің құндылығы мен адамгершілікке үндейтін қырларын меңгереді. Мекеменің ашылу шарасында Қостанай облысының бас имамы Бақытбек Нұрғабылұлы мешіттің алқа мүшелері мен шараға қатысушыларды есте қаларлық оқиғамен шын жүректен құттықтап, шәкірттерге сәттілік тіледі. Бұдан кейін мекеме директоры облыстық мешіттің наиб имамы Тимур Төребаев сөз алып, қайырымдылық мекемесінің өскелең ұрпақтың өмірінде айрықша орын алатынын атап өтті. Қайырымдылық мекемесінде 25 шәкіртке арналған тегін жатын орын беріліп, тамақпен толық қамтамасыз етеді. Ал кітапханада барлық оқу құралдары бар. Дәрісті облыстық мешітте қызмет атқаратын имамдар жүргізеді. Қасиетті жұма күніне орай Алматы облысы Талғар орталық мешітінің ұйымдастыруымен қайырымдылық акциялары жалғасуда. Қайырымды жұма шарасы аясында Талғар Алматы бағытында жүретін қоғамдық көлік бір күн бойы жолаушыларды тегін жеткізуде. Сондай-ақ Талғар қаласындағы Береке ауылдық мешіті, Гүл Ахмет ата мешіті, Шариф мешіті әр жұма күні әлеуметтік аз қамтылған ауыл тұрғындар үшін дүкендерде тегін нан мен сүт таратып келеді. Осы орайда жұма күнінің қадір қасиетін ұлықтау мақсатында діни басқарма тарапынан қолға алынған қайырымды жұма акциясы қазіргі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде жалғасын тауып жатқанын айта кету керек. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қызылорда облысы бойынша өкіл имамы Болатбек Абуов Арал ауданына қарасты Жақсы Қылыш кентінде болды. Сапар барысында бас имам Жақсы Қылыш мешітінің күрделі жөндеуден кейін қайта ашылу рәсіміне қатысып, 200 адамға арналған құлшылық үйінде жүргізілген жұмыстар нәтижесімен танысты. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы аясында толығымен күрделі жөндеу жасалған мешіттің едені мен терезелері, кілемдері, жарық шамдары, істен шыққан бақылау камералары жаңартылып, дәретханасы толығымен жабдықталды. Қасиетті жұма күніне орай Теміртау орталық мешітінің жанынан кең болсаң, кем болмайсың қайырымдылық жәрмеңкесі өтті. Жергілікті әйел қыздар секторының ұйымдастыруымен өткен іс-шара барысында әйел жамағаты мен қайырымды жандардың өз қолымен пісірілген түрлі тағам түрлері, тәттілер, сондай-ақ әртүрлі қолөнер бұйымдары сатылды. Жәрмеңкеден түскен барлық қаражат толығымен қайырымдылыққа бағытталып, әлеуметтік жағдайы төмен мұқтаж жандардың қажетін өтеу үшін жұмсалады, деді Теміртау орталық мешітінің бас имамы Естай Айтуғанұлы. Қадірменді көрермен, осы аптаға тиесілі жаңалықтар легі осындай. Дінге адал, дәстүрге берік қазақ жұртына амандық тілейміз.